Дәл осындай түрлі түсті пельменді балаларыңыздың ұнатпауы мүмкін емес. Менің қызым айтпақшы, радужный пельмени. Балалардан бөлек жолдасым ерекше мәз болды ғой, қыздар. Кішкене көлемдегі сәбіз және қызылшаны жай суға қайнатып алдым. Қызылшаға түсі қанық болу үшін лимон шырынын қостым. Қызылша, сәбіз, шпинатқа да осы дәл видеодағыдай кесемен өлшеп су құйдым және блендердан өткізіп алдым. Жұмыртқа тек шпинатқа қосылды, қыздар. Енді ұнымызды еліктен өткізіп, 2 шай қасық тұзымызды салып араластырып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың түстері қанық, өте әдемі болып шықты. Бетін жауып 20 минутқа тынықтырып қоямыз. Қамырымыз тыныққаннан кейін жайып дайындап аламыз. Салмасын әзірлейміз. Тартылған етке пиязды блендердан өткізіп, үстіне тұз, бұрыш дәміне қарай салып, жақсылап араластырып алдым. Видеода көрсетілгендей пельмендерімізді түйіп шығамыз. Дайын болған пельменді мен шетінен мұздатқышқа салып қатырып отырдым, себебі суы шығып езіліп кетуі мүмкін. Көмектесетін адам болса, бірден түйіп тастауға да болады. Алдын ала сорпа қайнатып, соған пісіріп алдым. Өте дәмді болып шықты, қыздар. Артылғанын осылай қатырып алсаңыздар да болады. Міндетті түрде әзірлеп, парақшама жазылып алыңыздар. Лайк басуды ұмытпаймыз, ас болсын.